Сәлем достар, бүгін шпинатты рулет пісіреміз. Ол үшін бізге қажетті заттар 200 грамм шпинат, 2 қасық ұн, 2 қасық сүт, дәміне қарай тұз, қара бұрыш және 1 чайный ложка разрыхитель керек. Әуелі шпинатты жуып, одан кейін қайнаған су құйып, 2-3 минут ыстық суда батырып аламыз. Одан кейін мен оны блендерға салып, жақсылап езіп алдым. Осы дайын болды. Шпинат, осының үстіне 2 жұмыртқа, қара бұрыш, тұз, ұн, сүтті қосамыз. Осы дайын болған қоспаның барлығын тағы да жақсылап блендермен араластырамыз. Енді осы дайын болған қоспаны пергамент қағазын салып, листке бір тегіс етіп, әдемілеп құйып, тегістеп жағып шығып, духовкаға 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Оғанға дейін мен 150 грамм семганы алып, кубик етіп турадым. Семга болмаса, краб таяқшаларын, басқа саңырауқұлақ, өзіңіздің қалаған нәрсеңіз қоссаңыз болады. Творожный сырды алып, дайын піскен рулетке жақсылап бір тегіс қылып жағып, жаңа туралған семганың үстіне салып, рулетімізді ораймыз. Мен оны орап болғаннан кейін фольга қағазға салып, жақсылап ауа кірмейтіндей орап, холодильникке 2 сағатқа қойып қойдым. 2 сағат өтті. Рулетті кесіп, тарелкаға саламыз. Жұмсақ, әдем болып дайын болыпты. Ас болсын, жасап көріңіздер. Осы видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Тағы да жаңа рецептермен жақын арада бөлісемін.